Менің атым Аружан. Сол таңертең оянып едім. Кеудемде үлкен бір тесік пайда болғанын көрдім. Қатты қорқып кеттім де бірден құрбыма хабарластым. Бірақ ол жұмыспен қатты айналысып жатқаны соншалық мені мүлде байқамады. Амалым қалмай жалғыз өзім ауруханаға бет алдым. Жолда келе жатып, аяқтарымда біртүрлі сезім пайда болды. Жанымда тұрған орындыққа отырып дем алайын деп едім. Кенет сол аяғым ағаш таяққа айналып кеткенін көріп, шошып кеттім. Кеудемді қайта тексермек болып, киімімді ашып қарадым. Кесік одан сайын үлкейіп кетіпті. Зәрем-зәр түбіне кетіп, орнымнан атып тұрып, ауруханаға қарай жүгіре жөнелдім. Жолда бір әже көмектеспек болған еді. Бірақ кеудемдегі тесікті көрген бойда ойынан айнып қалды. Бірте-бірте аяқ киімдерім өздігінен шешіліп түсті. Одан кейін шалбарым да сырғып түсті. Қадамым баяулай бастады. Денемнің біртіндеп орындыққа айналып бара жатқанын сездім. Санамда қалған соңғы шамалы сезіммен алға жылжи бердім. Бірақ ақыры шамам жетпеді. Толығымен орындыққа айналып кеттім. Түнде бір ер адам мені тауып алады. Сол кезде мен қайта адам кейпіне еніп, оған үйін жинауға From then on, every time the man went to work, Carla would turn back into a human and help him clean the house. While the man was working, she would quietly poke her head out to see what he was doing. And whenever he sensed something strange, she would instantly turn back into a chair. If you had a chair like this, would you be scared?